Сәлем достар, Махаббат тұтқыны түрік сериалында басты рөл Нефестің бейнесін сомдаған актриса Ирем Хелваджоглу мен Голливуд жұлдызы Анджелина Джолиді не байланыстырады? Актриса әлемдік аты қай сериалдан кейін келді? Сүйіктісі кім? Егер сіздерді осындай сұрақтардың жауабы қызықтырса, бүгінгі видео соған арналған. Ал баяндамас бұрын Түркияда болған жойқын зілзаладан қайтыс болған, зардап шеккен барша мұсылман бауырларымызға бір Алла өзі жар болсын, панасына алсын деп тілейміз. Алла тағала ондай апаттан елімізді сақтасын. Ирем Хелваджоглу 1990 жылы Германияда түрік әскери қызметкерінің отбасында дүниеге келген. Оның отбасы Анкарадан шыққан, алайда атасы албан тегінен. Ирем Германияда өмірге келгенімен бала күнінде жанұясы Түркияға оралып, 11 жасында Стамбулда актерлік шеберлік курсына қатыса бастайды. Сұлуда сымбатты актрисаның актерлік мансабы 2010 жылы түрік детективтік телехикаяларының бірінің эпизодында ойнағаннан басталады. 2 жылдан кейін ол Түркиядағы ең танымал жобалардың бірі Керемет ғасыр телесериалына шақырылады. Онда ол Нұрбахар рөлін сомдайды. 2015 жылы Ирем Гүнештің қыздары драмасына қосылып, Ханде Эрчел, Бурджу Озберг, Эмре Кинай және Дилан Чичек Денизбен бірге ойнайды. Сериал армандағы жігітті кездестіруге үмітін үзбеген 3 жасөспірім қыздың анасының тағдыры туралы баяндайды. Келесі жылы ол номер 309 комедиясының түсіріліміне қатысады. Нағыз атақ, сондай-ақ беделді марапаттар актрисаға «Маған айтшы Қара Дениз» қазір ұлттық арнада Махаббат тұтқын атауымен көрсетіліп жатыр. Сериал драмасы келді. Сериал тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбын қозғайды. Онда ол басты кейіпкер Нефестің рөлін сомдайды. Фильмнің премьерасы 2018 жылы өтті. Таспа тек көрермендердің ықыласына ие болып қана қоймай, түріктің алтын көбелек атты тағы да басқа көптеген марапаттарына ие болды. Сонымен қоса үздік жоп, үздік сценарий және үздік балалар ойыны номинациялар бойынша да жеңіске жетті. Сериалда Нефестің 7 жасар ұлының рөлін сомдаған жас актер Демир Бириджиге үздік балалар ойыны номинациясы бұйырды. Ал Ирем Хелваджоглу үздік әйел рөлі марапатын иемденді. 2021 жылы Ирем күйеуі мен ұлын жоғалтқаннан кейін полицияға жұмысқа тұрып, кісі өлтіруді тергеуге көмектесуге ниетті әйел туралы баяндайтын бастағы қиындық комедиялық детектив фильмінде ойнады. 2022 жылдың сәуірінде Хелваджоглу басты әйел рөлін сомдаған Ана құпиясы сериал драмасының премьерасы өтті. Ирем өте эмоционалды және әрдайым көңілді жүреді. Ол көктем мен күзді жақсы көреді, спортты ұнатады, ал жеке өмірі туралы айтқанды ұнатпайды. 2021 жылы актриса Ирем Йолач Ожжанмен кездесе бастады, бірақ 2022 жылдың тамыз айының басында ғашықтар ажырасып кетті деген қауесет тарады. Дегенмен де жастар әлі күнге бірге, жаңа жылды да қол ұстасып қарсы алғанын Instagram әлеуметтік парақшасынан байқауға болады. Ал актрисаны Голливудтың атақты жұлдызы Анджелина Джолимен не байланыстырады деген сұраққа келер болсақ, Ирем пластикаға жүгінгеннен кейін фанаттары оны Голливуд жұлдызына ұқсатқан. Кейбір актрисаның мұндай әрекетін жазғырса, кейбірі жаңа келбетіне тәнті болған. Актрисаның бойының ұзындығы 170 см, жұлдызнама белгісі су құйғыш. Достар, осымен бүгінгі видео тәмам. Алдағы уақытта қай актриса туралы мәлімет білгіңіз келеді, комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басып қоюды да ұмытпаңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.